Сәлем достарым! Осы шардың ішінде бір ойыншық бар. Ол ойыншықты табу үшін біз осы шарды орауыштан шығарып, суға батырып ерітеміз. Бір нәрсе көріне бастады. Ол не екен, балалар, қалай ойлайсыңдар? Мен бір жануардың екі аяғы мен бір құйрығын көріп тұрмын. Ал осы ақ аю бірінші шардың ішінен шыққан. Осы жолы қандай жануар болады екен? Бір көз бен бір құлақ көрінді. Ол коала? Коалаға ұқсап тұр. Коала Австралияда тұратын жануар. Оларды қалталы аю деп атайды екен, бірақ аюларға ешқандай қатынасы жоқ. Коала адамдардан қорқпайды. Мысалы, қатты шөлдесе, келіп су сұрай алады, көмек сұрайды адамдардан. Коаланың тырнағы өте өткір және ұзын. Осы өткір тырнақтар арқылы ағашқа өте оңай мінеді. Және тырнақтарымен ағашқа ұсталынып, демалып ұйықтайды. Осындай жылы шырайлы жануар коала Австралияда тұрады.